бойынша 1663 жылы дүниеге келгендігі жазылған. Ата тегі жөнінен ұлы жүздің Дулат тайпасы, оның ішіндегі Жаныс руынан. Бар болғаны 15 жасынан билікке араласып, халық арасында шешендігімен аты шығып, көпшіліктің қолдау қошеметіне ие болған. Төле, Қаздауысты Қазбек, Әйтеке билер біріге отырып, ел басынан түскен қиындықты қайтсек азайтамыз деп күндіз отырмады. Жоңғарлар шауып, ауыл адамдары үйлерін тастай қашқан. Осы уақытта тек Төле би ғана түтінін бұзбастан орнында отыра беріпті. Ауылға басып кірген жоңғар қонтайшысы түтінін тұтатқан жалғыз үйді көреді. Ел үдірі көшкенде өзінен қорықпай отырған адамның кім екенін білмекке кісі жібереді. Баса көкте үйге енген жоңғарлар жөн сұраспастан бірден жауап алмаққа дүрсе қоя береді. Сонда Төле би жоңғарларға амандықсыз сөз бастаған айтып, бір тықыртса, көшпеудің себебін айтып, екінші тықыртқан екен. Жұртпен бірге бас сауғалап, үйін тастамағанның себебін би былай деп түсіндіріпті. Биыл шаңырағыма қарлығаш ұя салған екен. Балапандары қанаттанғанша үйімді бұзбайын деп шештім. Жау жақадан алды екен деп, ұясын бұзып, балапандарды шырылдатқым келмейді. Сендердің де үйлеріңді ойран едіп, бала шағаларыңды шырылдатса, өздеріңе жақсы болар ме еді? Төле бидің жауабын естіген жоңғар қонтайшысы Төле биді әулие деп танып, әскеріне би шаңырағына да, ол отырған ауылға да шаппауын бұйырады. Содан бері Төле би Қарлығаш әулие атанып кеткен екен. Уағалейкумассалам балам. Төле би бұлай деген екен. Ата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа не қалайсың балам? О, қасиетті баба, ат берсем өліп қалады, тон берсем тозып қалады. Ат тонға бергісіз көшпейтін өмірі, естен кетпейтін бір өсиет айтсаңыз, соған ризамын. Онда қолыңды жай балам. Bir үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Bir елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Bir тонның жағасы болма, көңін талсаң, өзенді жағала. Басыңа үссе көпшілікті шағала. Өзіңе өзің кәміл бол. Халқыңа әділ бол, жауыңа қатал. Шу өңіріндегі Жайсаң жайлауы. Ел тағдырын абыроймен арқалаған Дана бидің туған жеріне ескерткіш белгі қойылған. Ескерткіштің биіктігі 3 метр, ені 1 метр болатын қызыл мәрмәр тастан өңделген. Төле би Абылай ханның ақылшы серігі болған. Қазақтың даңқты батырларымен бірге бір тұтас халық майданын құрып, азаттық жолында күрес жүргізген мемлекет қайраткері. Ұлы жүздің бас биі, ақылман, шешен, жеті жарығы заңнамалық құжатын жасаушылардың бірі Төле би 1756 жылы дүние салып, өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкентте атасы Жүніс ханның қасына жерленген.